Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет сүп-сүйкімді кішкентай күлше нандарды дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне жылы суымызды құямыз. Және үстіне қант, тұз және ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мөлшерін мен астында жазып қалдырдым. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, аз-аздан жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетіне осындай сұйық майды жағып, тағы да бір илеп алып, осындай пленканы жауып, ауа кірмейтіндей етіп, жылы жерге орап, қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, кішкене зуаладан алып, мен 100 граммнан алдым. Сіздер де солай алсаңыздар әдемі болып шығады. Соны домалақтап аламыз да, оны да тағы да бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырларымыз тағы да көтерілді. Екі саусақтың көмегімен ортасын қаттырақ басып, дөңгелек күлше нан етіп форма жасаймыз. Оның үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп, қалауларыңыз бойынша үстіне кунжут мак сепсеңіздер болады. Мен кунжут сеуіп шықтым. Міне біздің күлше нандарымыз дайын. Ас болсын.